Сәлем достар, сіздермен бірге мен Атитока. Достар, бұл бізде новый серия, тақырыбы стюардесса қыз бірінші бөлімі. Мен сіздерге сообществоға жаздым, қандай серия түсірсем болады деп. Маған стюардесса қыз деген түсір деп жазған болатын, не осы комментария. Осы комментарияға қарап мен осы сериалды түсіремін деп шештім. Осы серия сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, және колокольчик басып кетіңіздер. Ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Мә, қазір самолет жүреді ғой. Қазір баша халықтар, адамдар десек енді қазір бізде самолеттің жүруіне кішкене қалды. 5 минут шыдасаңыздар, самолет бізде жүретін болады. Басқа қастарыңыздағы балаларыңыз дегендей қалып қалған жоқ па? Жоқ, қалып қалған жоқ. Жақсы, онда сіздер күте тұрыңыздар. Енді қазір бізде сосын тамақтар келеді, егер де қарындарыңыз ашса. Егер басқа адамдар келіп жатса, онда кішкене тағы кешіректе тұратын боламыз. Сапарларыңыз сәтті өтсін. Той, менің уже қарным ашып жатыр. Не істесем болады? Той, киімім сысып тұр ғой. Басқаларына жүрегімді айтып жатқан жоқпын ба, әйтеуір. Мінекей, сіздердің тамақтарыңыз келді. Жеп алыңыздар. Не аласыз сіз? Сізден бастайық. Мен мынандай бір чипсы алайыншы. Қазір кетірміз. Мінекей, алып алыңыз. Маған кола бере салыңызшы қолыңызда. Жақсы, мінекей. Так, және де... маған осы да беріңізші, қарным қатты ашып тұр еді. Жақсы, мінекей. Сіз ше? Жоқ, мен ештеңе жегім келіп тұрған жоқ. Бір андай су бар ма? Бізде енді су жоқ екен, андай только бір напитоктар ғана бар енді. Жақсы, онда бір газдалмаған, бір простой, бір яблочный ма, сок бере салыңыз. Қазір тоқтаңдап келейін. Так, мені алып келеміз. Неке, осындай еттіңіз ба сіз? Жақсы бола береді. Қазір сізге құйып берейін. Неке, алыңыз. Жақсы, рахмет. Оқысы жоқ. Так, сіз ше? Жоқ, мен ештеңе жегім келіп тұрған жоқ. Жақсы, онда болған сияқты. Той, стюардесса болып шаршап кеттім. Бұл жұмыс өте қиын ғой. Мен басқа жұмысқа тұрғым келіп еді. Мені барлығы осыған жалмастырды ғой. Сен осындайға күшті қызсың деп. Ата-анам да осыған осы стюардесса болсаңшы деп. Маған түкте ұнамайды осы. Жақсы. Не істеймін енді? Болды ма? Сонда осы мен жүргенім осы ма? Қазір самолет жүреді ме? Қазір жүргіземіз, дайын бол. Жақсы. 2 минуттан кейін самолет жүреді. Қазір мен стюардессаға барып айтып келейін. Сәлеметсіз бе? Не үшін келіп тұрсыз? Енді арайлым, сен білесің ғой, қазір бізде 2 минуттан кейін ұшақ ұшады, сондықтан да басқаларына хабар беріп қой. Жақсы болды. Жарайды, тез барып хабар берейін. Ханымдар, мырзалар, бізде қазір 2 емес, даже 1 минут өтіп кетті, сондықтан 1 минуттан кейін қазір ұшақ ұшады. Сәлеметсіз бе, кешігіп қалдық кішкене. Сіздер кімсіздер? Менің атым өзім Жомартпын негізі. Бұл менің қызым. Сәлеметсіз бе? Жақсы, біз Дубайға ұшқымыз келеді. Дубайға? Дубайға. Бірақ бұл ұшақ Турцияға ұшады ғой. Қайдағы Турция, мен Дубайға ұшамыз. Біз Дубайға ұшамыз, бізді Дубайға апарыңыздар. Бірақ ұшақ деймін, бұл Турцияға барады ғой. Ойламаңыз, енді бұл такси емес, қалған жеріңізге бүйтіп апара салатын.
Бұл енді өзінің аты жазылып тұрған жерге ғана барады ғой. Басқа ұшақтар бар шығар Дубайға ұшатын. Соларды көріңіз. Неге сонша бізге ашуланып ұрсып жатсың? Жоқ, мен қатты ұрыспадым. Қатты ұрсып жатсың ғой бізге. Бұл жақта не болып жатыр? Бұл мені Дубайға бармай жатыр. Кешірім сұраймын, бірақ та бізде ұшақ Турцияға барады ғой. Бірақ мен Дубайға барғым келіп тұр. Онда басқа ұшаққа барып көріңіз. Неге бәрін вообще грубо айтып тұрсыңдар? Жоқ, біз текердіге ұрысып тұрған жоқпыз. Сен орныңа бара бер. Жақсы. Өзім сөйлесем. Қазір енді мырза, сіз түсініспеушілікпен қараңыз, немесе қазір Турцияға ұшып кеттіңіз. Қазір бізде уақыт жоқ уже, самолет ұшатын уақыт болды уже. Бірақ мен Дубайға ұшамын деп тұрмын ғой сендерге. Дубайға ұшатын самолет ұшып кетті ғой енді. Неге тыңдамай тұрсыз? Немесе билет көрсетіп Турцияға ұша берсеңізші, не Дубайға ұшқыңыз келіп тұрмап па? Я. Дубайға ұшқыңыз келсе, келесі самолет 2-3 күннен кейін келеді. 2-3 күннен кейін бар деп тұрсын басында бізге. Неге сіздер ішті пыстырып жібердіңіздер? Дубайға апара салмайсыздар ма бізді? Еді, ой, жарайды. Жүрш, 2-3 күннен кейін ұшырамыз Дубайға. Қуама бұлар енді? Қыдырады ғой. Шынымен де қуып қалыпты, немене такси сияқты санап тұр ғой. Я, сол жақсы, біз ұша берейік. Тез барлығына ескерт. Жақсы, хандар, мырзалар, болған жағдайға түкте мән бермей қойыңыздар. Жалпы өздеріңізді жақсы ұстанып, тамақтарыңызды жеп, көта бір мультик қосып алып па, көріп отырыңыздар. Біз енді кішкентаймызбыз ғой мультик көретін. Жарайды, онда бір кинолар бар, қазір сізге қосып берейін біреуін. Мысалы, осыны киноны көріп отырыңыздар. Бізде енді қазір ұшақ ұшайын деп жатыр, түкте қорықпаңыздар. Басты ешқайсысы қалып қойған жоқ. Жақсы, сау болыңыздар. Суымды ішіп алайын. Бағанағы адам деген қуат екен. Соны айтам да. Қатырады ғой ше. Білмеймін, как будто бір такси сияқты, я? Соғы бір такси сияқты ұстайды. Түн болып қалыпты ғой уже. Қазір біз не Турцияға жетуіміз керек еді, неге әлі жетпедік? Или ұшаққа бір ақау болды ма екен? Не болып жатыр өзі? Адамдарды бәрі тексеріп келейінші. Түн болыпты, барлығы ұйықтап қалыпты. Неге сіздер ұйықтамай жатсыздар? Жоқ, біз мына киноны әлі көріп бітірмедік та. Негізі ұйықтағыларың келіп тұр ма? Иә, мен ұйқым келіп тұр. Ұйықтай беріңіздер. Жастыққа жағасып алып ұйықтай беріңіздер. Мен қазір бірдеңе болып тұр. Мен қыз барып келейін, суреттерді өшіре салайын. Ұйықтай беріңіздер. Жақсы, ұйықтайықшы, телевизорды өшіріп. Тез ұйықтайық. Тез Турцияға жетсек қой. Сол ғой. Не болып кетті? Сол бір ұшаққа бір зақым болды ғой. Енді біз Турцияға қалай ұшамыз? Тұрып қалдық қой мына жақта. Енді қалай түсеміз астында? Құлап қалатын шығармыз қазір. Жоқ, ондай нәрсе айтпасаңшы. Самолет құлап қалуы мүмкін емес. Құламайды. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсің бе? Неге сіздер испуганный болып тұрсыздар? Не болып қалды? Айтсаңыздаршы, неге әлі Турцияға жетпедік? Енді қалай айтсам болады екен? Бізде ұшақта бір ақаулар болып тұр. Мүмкін құлап қалуы мүмкін, бірақ енді жаман сөз айтпайық. Немене? Қалай ұшақ құлап қалады? Ана жақта көп адамдар отыр ғой, олардың барлығы сода зардап шеккен ме? Енді біз білмейміз. Мүмкін құламауы да мүмкін.
Құдай сақтасын, енді кім істейді ондайды? Қалай істейміз? Мен білмеймін. Достар, осымен біздің стюардесса қыз сериалының бірінші бөлімі аяқталды. Ендеше екінші бөлімін күтіңіздер. Ендеше сау болыңыздар.